Кәсіби мереке қарсаңында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін Қордай ауданының әкімі де құттықтады. Аудандағы ақпарат саласының мамандарын арнайы шақырған әкімдік өкілдері аймақта атқарылып жатқан іспен жүзеге асуы тиіс жоспарды халыққа жеткізуде журналистердің үлесі зор дейді. Күні ертең бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Мереке қарсаңында аймақ басшысы Ербол Шырақбайұлы ақпарат саласының үздіктерін марапаттап, өңірдің ақпарат кеңістігін дамытуға қосқан үлесі жоғары бағалады. Салтанатты жиында ауданның ақпарат айдыны үшін маңызды жаңалықты айтылды. Облыс басшысы жуырда жұмысын бастаған тәулік бойы үздіксіз хабар тарататын Қордай 24 тұңғыш аудандық телеарнасының ашылғанына тоқталып, ұжымға сәттілік тіледі. Сіздер мемлекеттік саясатты, елде жасалып жатқан реформаларды халыққа жүйелі жеткізіп, билік пен қоғам арасындағы алтын көпір болып келесіздер. Журналистер қауымы елдің барын бағамдап, бағын еселеуші, шындық пен әділеттіктің, ақиқат пен адалдықтың жаршысы. Сіздердің күнделікті еңбектеріңіз қоғамдық сананы жаңғыртуға, ұлттық құндылықтарды ұлықтауға және елдің бірлігі мен рухани тұтастығын бекемдеуге қызмет етіп келеді. Салтанатты жиында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес бірқатар сала үздіктері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Атап айтқанда құрмет ордені, ерен еңбегі үшін медалі, Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі төсбелгілері табысталып, сондай-ақ Жамбыл облысы әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттары ұзақ жылдар бойы ақпарат саласында абыройлы еңбек етіп келе жатқан мамандарға берілді. Марапатталғандардың қатарында Тара 24 телеарнасы директорының орынбасары Отарбаев Әйгерім Науатбекқызы да бар. Әріптесіміз саладағы жемісті еңбегі мен кәсіби шеберлігі үшін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің алғыс хатымен және Қазақстан журналистер одағының құрмет грамотасымен наградталған. Жамбыл облысынан талай тарлан тілшілер шыққан ғой. Соның шоқтығы биік, әрине Шерхан Мұртаза журналистердің шыңы деп айтуға болады. Біз сол қарымды қаламгерлерге қарап бой түзедік. Мен өзім 40 жылдан астам еңбек өтілім болса, соның 35 жылын журналистика қызметіне арнаған екенмін. Бұл марапаттар ақпарат саласы мамандарының қажырлы еңбегі мен кәсібилігіне көрсетілген зор құрметтің айқын көрінісі. Ел мен өңірдің тыныш тіршілігін халыққа жедел әрі шынайы жеткізіп жүрген журналистер қауымына көрсетілген мұндай қолдау олардың жауапты қызметіне серпін берері сөзсіз. Бекзат Әшірбай, Махаббат Құсайын, Айдос Құсаубек, Қордай 24 News.